Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өзім қолданып жүрген әдіс-тәсілдермен бөлісетін боламын. Сабақты қызықты өткізудің бірнеше әдіс-тәсілдерін сіздерге ұсынамын. Егер сіз сабағыңыздың қызықты өткенін қаласаңыз, онда осы видеоның соңына дейін қарап, осы әдіс-тәсілдерді пайдаланып көріңіз. Мен сіздерге ақылды карта, ұшақ, қолшатыры және жұмыс парағы атты 4 әдісті ұсынамын. Ақылды карта әдісінде әр оқушыға 2 картадан таратылып беріледі. Бірінші картаға сұрақты, екінші картаға жауапты жазады. Барлық сұрақтар мен жауаптарды араластырып оқушыларға таратылады. Бірінші сұрақтан бастап түседі. Келесі оқушы кімде жауабы бар, сол жауабын басады. Келесі ұшақ әдісінде балаларға кері байланыс жазу тапсырылады. Кері байланыс жазып, балалар бір-біріне ұшырады. Ешбір бала ұшақсыз қалмау керек. Топқа бөлуде де дәл осындай. Топқа бөлгенде топтың аты көрінбейтіндей етіп жазылу керек. Кері байланыс жасағанда да тап сондай. Қолшатыр әдісінде мұғалім қолшатырды ұстап тұрады, онда бірнеше сұрақтар беріледі. Оқушылар соны алып, сұрақтарға жауап беру керек. Сұрақты жаңбыр тамшысына салып, қолшатырға жабыстырып қойсаңыз болады. Балалар сол жаңбыр тамшысын ала отырып, сұрақтарға жауап береді. Жұмыс парағы тәсілінде жаңа сабақ бойынша оқушыларға жұмыс парағы тапсырылады. Онда ақынның шығармалары туралы, ақынның өмірбаяны туралы айтылады және суретті бояу керек. Сол сурет туралы мақал-мәтел жазу керек. Жұмыс парағын сыныбыңызға қарай күрделендіре аласыз тапсырмаларды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Арнайы сіздер үшін педиатия каналы.